Дәрігер мырза, шықты ма қорытындысы? Анализ дайын, бас дәрігерге жүріңіз. Тыныштық па? Сол бас дәрігер айтады. Бас дәрігер. Келіңіздер. Отырыңыздар. Оңғарбаев ғани сіз боласыз, Мен болам. Оңғарбаев Бекзат ініңіз. Тетелес өскен інім ғой. Сіз сияқты жыл сайын кеп бізге тексеріліп тұратын адамдар өте аз. Көп адамдар ауру асынған екен кеп өкініп отырады. Дәрігер мырза, бұл денсаулық деген аманат қой, бұған өте мұқият қарау керек. Міне кезекті тексеріске келіп отырмын. Онымен қоса үйде інім демалып жатыр екен, алып келдім. Осыған бір жақсылап тексеріп беріңізші. Болды онда. Дина? Дәрігер. Мыналар бір анализ алып жүрсеңіз, екеуінен. Болды, дәрігер. Келіңіздер. Жас. Ауырт жер уже ма? Сәрсен кетіп қойыңыз. Анализ жауап бүгін шығамын екен. 2 сағатта. Оны мен жұмысқа бара берейін да. Болды онда. Өзің ала саласың жауабын, айта саласың ба? Tamam. Ғани? Келдің ба? Анализ жауап шықты ма? Шықты, Бекзат, шықты. Мен астырын жоқ қой. Сен кончемен шықты ма? Иә. Не дейді? Мен бүйрегім 1,5, максимум 2 айдан кейін істен шығады. Алдын алуға мүмкіндік жоқ болсын да? Медицинада күніге дамып жатыр. Укол, дәрі-дәрмек деген сияқты. Уақыт өте аз, Бекзат. Дәрігерлер айтады. Сен ғана донор. Қалай мен ғана? Мен қалай бүйрегімді беремін? Мен қолдан кейін қайтып жұмыс істеймін. Бала шағым қылмаса еді, одан кейін маған бірдеңе болып қалса. Қазір не көп, моргта адам көп. Ағайын туысқанға ақша береміз да жаңағы. Бүйрегін сатып ала саламыз. Донор болады солар. Сен бермеген бүйректі басқалар қаяқтан береді. Жарайды. Донор табамын мен. Дәрігер? Келіңіз. Маған не айтқыз? Бүйрегі ауыстыру керек депсіз. Ауыстыру керек. Басқа вариант жоқ па не? Сіздерде уақыт аз ғой. Медицина күннен күнге дамып жатқан жоқ па не? Ақшамен шешілетін нәрсе болса айтыңыз, ақшамен шешейік. Қанша керек? Сіз ақшамен денсаулықты шатастырмаңыз. Бұл жерде сізде уақыт өте аз. Донорды жылдап күтіп отырған адамдар бар. Дәрігер, бәрі нәрсенің шешімі бар. Табылуға да болады. Мен бүйтіп бар ғой бүйрегім. Бере салатын адам емеспін. Сізге зат емес қой бере салатын. Сау болыңыз. Денсаулық өзіңіздікі, өзіңіз білесіз. Сол денсаулығымды ойлағандықтан бергім келіп тұрған жоқ бүйрегім. Түсінікті ма? Қалай сонда? Оңғарбаев Бекзат сіз емессіз ба? Мен. Бұл жерде сіздікін ауыстыру керек қой. Қараңыз мұны. Түсінмедім. Бекзат ініңіздің анализдері нашар шықты. Оның бүйрегін трансплантация ету керек. Түсінбедім, дәрігер. Қалай сонда? Жалпақ тілмен айтқанда бүйрегін ауыстыру керек. Енді бұл жерде сіз ең жақын адам болып тұрсыз ғой. Иә. Сіз оған донорлық істей аласыз. Түсінмедім. Кеше ағаңызға айттық қой. Ініңіздің бүйрегін ауыстыру керек. Ол кісі донор боламын деп кеткен еді. Маған басқаша айтты ғой. Бауырың сізге тек жақсылық ойлаған ғой. Адам ағзасына бауырдың қызметін білесіз бе қандай екен? Бауыр ағзаға тек таза қан жіберіп ласқанды өзіне алып қалады. Ағаңыз да дәл солай, тек сізге жақсылық ойлаған. Бауырым жанын беруге дайын болып тұрған кезде мен өзім қандай адам екенін көрсетіп тұрмын мен. Дәрігер, сіз көрген ең жаман адам мен шығармын. Не істейсіз? Операция жасатасыз ба? Жасатамыз, дәрігер.